Баршаңызға сәлем, құрметті YouTube көрермендерім. Қазақша керек кеңес арнасына қош келдіңіздер. Бұл суреттегі жастықтарды мен базардан сатып алған жоқпын. Үй жағдайында осындай жастықтарды жасау жолын мен сіздерге осы видео барысында көрсеткелі отырмын. Менің видеомды көріп отқан әрбір көрермен каналыма тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар дегім келеді. Кезінде үйіміздің сәнін келтіріп тұрған осы капрон перделердің орнын қазіргі сәнді перделер мен жалюзилер айырбастады. Сіз де капрон перделерді сәнді перделерге айырбастап, енді ол капрон перделерді не істеріңізді білмей жүрсеңіз, қоқысқа тастауға асықпаңыз. Онда бұл видео сіздерге арналады. Видеоның соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Менде де осы 4 бөлек капрон перде ар жерде жүреді. Кешеден бері ойлана келе мен бұны бір іске асырайын дедім. Және ол жасаған тірлігімді, жұмысымды YouTube арнама салуды жөн көрдім. Ойлана келе мен осылай жастық жасайтын болып шештім. Мына жерде 4 бөлек капрон перде қанша жастық шығатын жұмыс барысында көреміз. Қайшының көмегімен бұл капрондарды майда бөліктерге бөлетін боламыз. Және де бізге осындай ескі жастық тыстар керек болады. Бұл пердені қай жерінен кескіңіз келсе, сол жерінен кесе бересіз. Оны сәндеп отырудың қажеті жоқ. Неше түрлі бөліктерге бөле бересіз. Осылай жастық қаптың ішіне бүктемейміз, тек қана уысымызға қалай ұстаймыз, солай сала беретін боламыз. Кейіннен 4 бұрышына жақсылап қолдарыңызбен жеткізетін боласыздар.
Барлық капрондарды кесіп жастық қаптардың ішіне салдық. Нәтижесінде бізде 3 жастық шықты. Енді бұл жастықтарымызды әдемі жастық қаппен қаптайтын боламыз. Барлығын сіздердің көз алдарыңызда жасап жатырмын. Ішіндегінің барлығы капрон перделердің қиындысы. Міне менің қоқысқа тастаймын деген капрон перделерімнен жеп жеңіл, жұп жұмсақ, әп-әдемі сүйкімді жастықшалар жасалынды. Мүмкін сіздердің де пайдаларыңызға жарап қалар. Видеом ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің жақсы пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Құрметті YouTube көрермендер, менің видеомды соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Каналымды жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.